Қол басының сүйектері 3 бөлімнен тұрады. Олар 2 қатар орналасқан білезіктің ұсақ сүйектері, 5 қысқа түтікшелі алақан сүйектері және саусақ сүйектерінен құралған. Білезіктің ұсақ сүйектері 2 қатар майда жуан сүйектерден құралған. Олардың 4-еуі шынтақ сүйегіне жақын жатыр. Бұршақ тәріздес сүйек, 3 қырлы сүйек, ай тәріздес сүйек және қайықша сүйектер. Ал қолдың саусақ жағындағы 4 майда сүйек, олар қармақ сүйегі, көк басты сүйек, трапеция тәрізді сүйек және трапециялы сүйек деп аталады. Бұршақ тәріздес сүйектен басқа 3 жоғарғы сүйек шынтақ сүйегімен тұтасып, эллипстей буын беті пайда болады. Алақан сүйектері қатар түзілген 5 қысқа сүйектен тұрады. Сүйектердің әрқайсысының білезік сүйектеріне қараған жуан ұшы, денесі және домалақ дистальды ұшы бар. Жуан ұшы буын арқылы білезік сүйектерімен, домалақ ұшы саусақ сүйектерімен тұтасады. Саусақ сүйектері фаланг деп аталатын 5 қысқа сүйектен тұрады. Әрбір саусақ сүйектерінің проксимальды, ортаңғы және дистальды деп аталатын майда 3 сүйегі бар. Тек үлкен бармақта ғана 2 сүйек болады. Оның ортаңғы сүйегі жоқ. Майда сүйектердің басы, денесі, ұшы бар. Әрбір сүйектің басы буын арқылы басқа сүйекпен тұтасқан.